Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге бірнеше бейне суреттер ұсынғым келіп отыр. Бұл бейне суреттерде бірінші бейне суретке назар аударатын болсақ, хан өз уәзірлерімен кеңесу сәті. Екінші, қойшылар, малшылар бейнеленуде. Ал үшінші суретімізде төлеңгіттер, сұлтандар, яғни қазақ халқының жаңағы қауымдық бөліктерінің бір бөліктері көрсетілді. Ал төртінші суретімізде қазақ қоғамының қарапайым шаруалары, қарапайым халықтары бейнеленуде. Яғни бұлар кімдер? Бұлар кімдерді құрайды деген сұрақтарға туындап жататын болса, яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ қоғамының дәстүрлі әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері. Сабақтың оқу мақсатына тоқталатын болсақ, қазақтардың әлеуметтік жіктелуіне тән ерекшеліктерді анықтау үшін ақ сүйек, қара сүйек, хан, сұлтан, би, батыр ұғымдарын пайдалану дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік институттардың функционалдық рөлдерін түсіндіру. Яғни оқу мақсатына қарай бағалау критерийлері құрылған. Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуін талдап, ерекшеліктерін сипаттап бере алады. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік институттарды функционалдық рөлін анықтайды. Міне балалар, бүгінгі сабағымыздың түсіндіру ретінде сіздерге бейне жазба ұсынғым келеді. Бейне жазбаға жақсылап назар аударып тыңдасаңыздар. Дәстүрлі қазақ қоғамы ақсүйектер және қарасүйектер деп екіге бөлінді. Ақсүйектерге Шыңғыс ханнан тараған ұрпақтар төрелер жатты. Төрелерден хандар мен сұлтандар тарады. Жасақ заңы Шыңғыс ұрпақтарының билігін мәңгілік ету және олардың артықшылығын сақтауды негізге алды. Хан қазақ қоғамындағы мемлекет басшысы. Қазақ хандары Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайды. Хан мемлекеттік, әскери және азаматтық билікті иеленді. Ол мемлекетті басқарумен бірге әскердің бас қолбасшысы саналды. Сұлтандар ханнан кейінгі билікті иеленушілер, ұлыс басшылары. Сұлтандар ханның тірегі саналып, үлкен құрметке ие болды. Олардың арасынан хан сайланды. Сұлтандар жергілікті әкімшілік билікті атқарды. Сондай-ақ олар әскери биліктің де, сот билігінің де тізгінін ұстады. Қожалар ақсүйектердің екінші тобын құрады. Оларды асыл сүйектер деп те атады. Қожалар ислам дінін алғашқы таратушылардың ұрпақтары саналады. Қожалар ислам дінін насихаттаумен, діни оқу ағарту ісімен айналысты. Билер қазақ қоғамында ерекше рөл атқарған әлеуметтік топ. Олар қоғамдағы аса маңызды лауазым иесі, белгілі әкімшілік аумақтық биліктің басшылары. Билер жан-жақты қызмет атқарған. Біріншіден, ол атына сай билік құрушы, әкімшілік құқығы бар лауазым иесі. Бұл тұрғыда билер белгілі бір өңірді билеуші тұлға. Екіншіден, билер соғыс жағдайында әскер басы, дипломатиялық, елшілік қызметтерді атқарды. Билер шешендік өнерімен, ақыл парасатымен ерекшеленген. Үшіншіден, билер даладағы сот ісін жүргізуші. Олар әдет ғұрып құқығының ғана емес, шариғаттың да білгірлері. Көшпелілер тарихында қазақтар кез келген жағдайда сыртқы жауға тойтарыс беруге дайын тұрды. Соғыс жағдайында халықты отанын қорғауға бастайтын ерекше әлеуметтік топ батырлар болды. Байлар қазақ қоғамындағы үстем тап өкілдерінің көпшілігі. Қазақ байлары ірі малдарының көптігімен ерекшеленді. Олар байлығының арқасында үлкен жайылымдар мен тоғандарға иелік еткен. Шаруалар қазақ қоғамының көпшілік бөлігін құрушы топ. Шаруа жеке басы тәуелсіз ерікті қоғам мүшесі. Шаруаның жеке шаруашылығы өзіне жететін мал жаны болды. Шаруалардың бір бөлігі егіншілікпен айналысты. Бұл өнерді кәсіп қылған шаруалар да болды. Аңшылықпен және балық аулаумен күн көрген шаруалар да болды. Қоңсы шаруалар деп ауқатты ауылдарда байлардың, би, сұлтандардың малын бағып, солардың көмегімен көшіп қонып жүрген кедей шаруалар тобын атады. Қазақ қоғамындағы ерекше әлеуметтік топтың бірі төлеңгіттер. Олар жаугершілік жағдайда нөкер ретінде хан, сұлтандар, билер мен батырлардың төңірегіне топтасты. Бейбіт кезде шаруашылықпен айналысып, салық жинаумен хабаршының жұмысын атқарды. Қазақ қоғамында үй шаруашылығымен айналысатын құлдар да болды.
Олардың ешқандай құқығы да еркі де болмаған. Алайда құлдықтан босату жағдайлары жиі кездескен. Мұның өзі қазақ қоғамында адамгершілік белгілердің жоғары болғанын көрсетеді. Міне балалар, бүгінгі сабағымыздағы бейне жазба түсінікті болса, сіздерге сабаққа байланысты тапсырмалар берсем. Бірінші тапсырма: қазақ қоғамы қандай әлеуметтік топтарға жіктеледі? Жеке-жеке жіктеп, талдап жазамыз. Дескриптор құрылған, яғни топтағы өзі талқылау арқылы дәстүрлі қазақ қоғамы қандай әлеуметтік топтарға жіктелуін анықтайсыздар. Яғни талдау бірінші балдық жүйе 60-69 балды біріне есептелінеді. Екінші тапсырма: мен кіммін әдісі арқылы қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтарды өзіне сәйкес ұғымдармен дұрыс анықтайсыз. Яғни, мысал келтіретін болсақ, Шыңғысхан ұрпағымын, Қарашадан жоғары тұрамын, хан болып берген ру тайпаларды басқарамын, оларға жерлерді бөліп беремін, хан сайлауына қатысамын, елге, ханға елден әскери жасақтаймын, ханмен келіспей қалғанда басқа мемлекетке көшіп кете аламын. Яғни, бұл қай әлеуметтік топ тура келетінін өздеріңіз сәйкестендіріп табатын боласыздар. Үшінші тапсырма: әлеуметтік топтардағы тәуелсіздігі бойынша жоғарыдан төменге қарай орналастырамыз. Би, малшы, қожа, хан, жатақ, сұлтан, батыр. Яғни, тәуелсізден тәуелдіге қарай, бастапқыдан жоғарыдан төмен қарай орналастыратын боласыздар. Төртінші тапсырма: қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтар хандықты нығайтуда маңызды рөл атқарады. Кем дегенде 5 тірек сөздерді қолданып баға беру: хан, сұлтан, ақ сүйек, қара сүйек, би, батыр, құл төлеңгіт, төре. Осы тұжырымдармен қаншалықты келісесіз? Попс формуласын қолданып жауап береміз. Мысалы, менің ойымша, себебі, келесі мысалдармен дәлелдей аламын, айтылғанның нәтижесінде деп қорытындай аламын. Енді сабағымызға рефлексияны пирамида арқылы жасасаңыздар. Есте керек бір маңызды мәлімет: менің көбірек білгім келген 2 мәлімет, мен білген 3 мәлімет, мен үйренген 4 мәлімет. Үйге тапсырма беретін болсақ, тақырыпты мазмұндап оқу және дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері тақырыбында 10 сөйлемнен тұратын ой толғаныш жазу. Бүгінгі сабағымызға қатысқандарыңызға рахмет.